Первин Девран мен Әзизені бір өлімнен құтқарып қалады. Таңғы ас ішіп отқан кезде баласының асты-үстіне түсіп дәйек болады. Девран анасына кеше не үшін үйге келдің, біздің уланып қалатынымызды қайдан білдің дейді. Первин мен анамын, сені уайымдадым, қайта-қайта хабарласқан соң алмадың, сол үшін келдім дейді. Әзизенің үйінде ішкен кофеден уланып қалған шығарсың деп айдалада Әзизені кінәлай бастайды. Первинге әйтеуір Әзизені кінәлап, оны баласының алдында жаман көрсетсе болғаны. Первин баласын Әзизенің қасында қалдырғысы келмей, оны қонақ үйге алып кеткісі келеді. Девран Әзизенің қасында қалғысы келеді. Анасына басым ауырып жатыр, өзімді әлсіз сезініп тұрмын деп өтірік айтады. Первин амалсыздан жалғыз өзі кетеді. Ол кеткен соң Девран кеше қай жерден тоқтап қалып едік, мүмкін жалғастырамыз дейді. Есікті біреу тоқылдатады. Ашып қараса, Әзизенің әжесі екен. Саған қына кешін жасаймыз, соны айтуға келдім дейді. Ол қына кешін қонақ үйде жасаймыз дейді. Не болыпты? Өзіңнің күйеуіңнің қонақ үйі емес па дейді. Көргендер арманда, көрмегендер дарманда етіп үлкен қына кешін жасап беремін саған дейді. Көлікте Явуз күтіп отырған еді. Сөйлестің ба? Қына кешін жасаймыз ба? Мен де барады деп айттың ба дейді. Жоқ, айта алмадым дейді. Сонда сені кешіріп бауырына басты, ал мен туған әкесі әлі де оның дұшпанымын дейді. Енді маған не дейсің? Сен ол қыздың әке-шешесін өлтірдің емес па? Сол жерге соларды өлтір деп жіберген өзің емес па дейді. Не болса да оны істе, сол қызды әкел деп қолыма қаруды ұстатқан сен емессің ба деген кезде Хамиет баласын ұра жаздайды. Мен саған тек немеремді әкел дедім, ал сен өзіңнің кегіңді алдың дейді. Еркек болып өз жасаған күнәларың үшін өзің жауап бер деген кезде бұл тек менің ғана күнәм емес дейді, бірақ ол күнәлар үшін мен ғана жазамды алып жатырмын. Қайдағыны айтпа Явуз, әркім өз кінәсі үшін өзі жауап береді дейді Хамиет. Первин Мәриямды ұрсып, оны шапалақпен тартып қалады. Сен ақылсыздың кесірінен мен баламнан айырылып қала жаздадым дейді. Қызғаныштан көзім ешнәрсені көрмей қалды дейді. Девран ол суды ішеді екен деп ойлаған жоқпын, әйтпесе мен олай жасаймын ба деп Мәриям өз-өзінің басынан ұрып, Хамиеттен қайта-қайта кешірім сұрап отыр. Мені кешіріңіз, сізге айтпай енді еш нәрсе жасамаймын деп оның аяғына жалынады. Менің айтқандарымды істеуші боласың, менсіз еш нәрсе жасамайсың деп Хамиет оған ескертеді. Енді не істесек те барлығын ойланып істейік дейді. Әйтпесе істегендеріміздің бәрі өзімізге қарсы болып келіп жатыр. Біз Әзизеге жамандық істеген сайын қайта Девран мен Әзизенің ортасы күннен күнге жақсы болып бара жатыр дейді. Біз Девранның көзіне жақсы болып көрінуіміз керек, сөйтіп Девранның көңілін аулаймыз дейді. Джемо Зылихаға Фыратпен жұмыс істеймін деген ойыңнан бас тарт деп айтып жатыр. Юсуп келген кезде Зылиха кетіп қалады да, ал Джемо менің қарындасымнан аулақ жүр деп оған ескертпе жасайды. Мыналарға не болған деп Юсуп ешнәрсе түсінбей қалады. Зылиха, саған не болды? Егер Букет мәселесі болса, екеуміздің арамыз бітті, онымен сөйлестім дейді. Ал Зылиха болса, иә, білдік қалай сөйлескеніңді, жолама маған деген кезде Фырат та келіп қалады. Фырат пен Юсуп екеуі төбелесіп қала жаздайды. Фырат Юсупқа сен нешінші рет осылай жасап жатсың, сен кімсің, анау-мынау деген кезде Юсуп сен өзің кімсің дейді. Ал Зылиха болса болды, Юсуп кет деп Юсупты қуып жібереді. Фырат Зылихаға көңіл мәселесі ма, сен бір тыныштал, жүр екеуміз жоғарыға шығайық, сен су іш деп оны жоғарыға алып кетеді. Первин Әзизе мен Девранды шақырып, Девран ана тағыда не болды деп сұрап жатыр. Кешегі болған жағдайлардан кейін менің көзім ашылды, түсіндім дейді. Сені жоғалтып алам ба деп қатты қорқып кеттім. Енді бұдан былай сендерге кедергі болмаймын. Сенің Әзизені қатты жақсы көретініңді түсіндім дейді. Мәриямды қазір ауылына қайтармаймыз. Ол жақтағылар бұны қабылдамайды. Оның тағдырына балта шаппайық дейді. Оны бұл жерге мен әкелген жоқпын дейді Әзизе. Бұл байғұстың да кінәсі жоқ. Рұқсат беріңдер, менің қасымда көмекшім ретінде жүре тұрсын дейді. Әзизе қашанға дейін деген кезде Первин, сен немере туып, оны мен құшағыма алғанға дейін дейді. Сол кезде Мәриямды да үйіне қайтарсақ, оны отбасы сол кезде ғана қабылдай алады дейді. Девран анасының айтқандарына сеніп қалады. Анасына жарайды, сен не айтсаң соны болады деп оны құшақтайды. Өйткені Первин әдейі жылап отырады. Баласын құшақтап отырып Первин Әзизеге қарайды. Сол кезде Әзизе бұл Первиннің тағы бір ойыны екенін түсінеді.